Ал енді жамағатым ракты жеңуге болады ма дейді. Енді міне ракты жеңуге болады ма дегенде айтатыным, ракты жеңуге болады. Мен рактан жазылған адамның бірімін. Сондықтан да ракты жеңуге болады деп әбден айта аламын. Ол үшін қаралу керек. Өзіңді өзің қолға алу керек. Осы баттарды да уақытыменен ішу керек. Енді ол мен ең бірінші бастағанда очищениядан бастадым. Очищение дегенің ол детоксқа барып жүрдім. 2000 сол рак деп шыққан кезден бастап мен детоксқа 2 рет барып келдім. Одан кейін мен Чаншиннің мозговой кальций менен антилипидный шайын ұдайы іштім. Әрине мен басында өзімге сеніңкіремей осылай сондай іштім. Енді ауру берді ғой, әйтеуір осы ауру менен ары қарата бірдемесі болады деп өзіңді өзің жеңдірмей қой, мен бұл балаларымды өсіруім керек, балаларымды жеткізуім керек, ұрпағым бар, мен балаларымды қайда қалдырам деген сияқты үмітпенен өзімді қолға алып, одан кейін хитазан менен кардицебін қостым. Системалардың да менің тамырымда жүрмей қалған уақыты болды. Сонда менің өзімнің 3 инсульттан тұрғаным, бір ракты жеңіп шыққаным өте көп көмектескен осы Чаншин компаниясының БАДы. Оған дейін де біраз баттарды қолдандым, бірақ Чаншин компаниясының БАДына мен тоқталдым. Өйткені Чаншин компаниясының БАДы ешқандай аллергия бермейді. Ешқандай бір жеріңді бір затыменен емдей бастасаң, оның екінші бір жеріңді, үшінші бір жеріңді емдейтін қабілеттері өте жоғары. Мысалы, жай ғана бір кардицеп, ол өз қартаю процесін да азайтады, шаршауыңды да азайтады. Биологиялық табиғи өнім болғандықтан ол енді оны ересектерге күніне 1-2 рет 1-2 капсуладан ішу керек те, мен өзім солай іштім енді. Ал балаларға да күніне 1 капсулаға дейін жөтелге, мынандай тұмауға, балалардың да иммунитетін көтергенге жақсы қабілеті бар. Кардицепті де солай беруге болады. Енді міне тағы бір жақсы бұлардың бір продукциясы. Озон анион, гигиеналық пакет. Енді бұл өзі, бұның пакетында 3 түрлі пакет болады. Мынандай міне менің қолымда тұрғаны, мұны ежедневка дейді, күнделіктігі қолданылатыны бар. Мынандай ночной дегені бар, 8 ішінде 8-10 штуктық ночной бар, и дневной бар. Дневной бар, ночной бар. Бұл ана түнгі жана күндізгі деп бөлінеді. Бұның мына ночной пакетінің өзі, мысалы үшін, әсіресе гигиеналық жолда рак ауруын емдегенге өте таптырмайтын өнім. Бұның өзі ішінде мынандай пакеті болады. Бұл пакеттің өзі мына жерде ашатыны бар. Бұл мынаның ішінде болады, әрқайсының ішінде бір-бірден бар. Бұны ашсаң, бұның ішінде мынандай өзінің анализ тапсыратын нәрсесі болады. Осы анализ тапсыратын нәрсесін мынадан өзі мазауға алып, мұнда көрсетілген. Мынаған жақсаңыздар, өзі әрқайсына емделу керек пе, қайта қаралу керек. Сондай өзі жазылып көрсетіліп тұр. Осыған мынаны жағып, анализ алып, салып, 1-5 минутқа қойып қойсаңыздар, одан кейін өзі анализ шығады. Қайда қаралу керектігі бәрі жазылады. Жазылып тұрған соған қарап істеуге болады. Бұның оқу-тоқу ешқандай қиындық жоқ. Сондықтан да әрбір адам, қазіргі заманда әрбір адам өзінің денсаулығына жауап береді. Жалпы 70% денсаулық адамның өз қолында ғой. Сондықтан да дневной менен ночнойда айырбастап күндізгі және түнгі қылып салады. Содан кейін мынаны күнделікті салатыны бар. Осы озон анион бұл өзі тікішек ауруларында емдейді, бүйрек қабынуларды да емдейді, давленияны да ретке келтіреді. Енді бұның айта берсем, өзіме өте пайдасы жоғары болғандықтан, енді
маған омыраудың ауырғаны болғандықтан ол жақтардың да бәрін тексерілді. Мен осымен ғана екі табаныма да салып ұстадым. Тіпті Меккеге барған кезде, умра қажылыққа барған кезде осыны мен табаныма салып жүрдім. Мен жапсырып қойып, екі табаныма салып қоям. Сонда күндіз күні кешке дейінгі жүргенімді шаршатпайды. Содан кейін ыстық қой ол жақта. Ыстық болғаннан кейін көзімді ауырады. Мен ана ортасындағы жасыл кішкентай прокладканың өзінің ортасындағы жасыл кішкентай несі бар. Мынандай мынау енді ежедневкадан алып жатырмын. Бұның ішінде өздерінің ашатын жерлері де бар. Енді бұның тәрбие несі жақсы да. Мен бұны былай нетемін де, мына жерге су құйып, кішкене су құям да, мына көзімнің ортасына, екі көзімнің ортасына қойып қоям. Көзімнің шаршағанын, басымның ауырғанын, мына танауымдағы былай толған бір нелердің түгеліне өте көмектесіп, сондай бір жақсы жүрдім. Содан алып кеттім де, соныменен өзім ауырып жүрсем де, енді бір мұсылманның бір парызы ғой деп сол жаққа барғанымда, сол осы Чаншиннің продукциясыменен көп пайдасы тиіп кетті. Енді оның бір еще тағы да бір айта кетейін дегенім, мынау кардисебін, осы кардисепті мен қосымша ішіп жүрдім. Кардисебі өте көмектеседі. Жаңа жоғарыда айтып кеттім ғой. Бұның жай күнде де ішуге болады, бірден екіден болса да. Сондықтан да бұны пайдалыстан ұзатпай жақсы пайдаланғандарыңыз жақсы. Тағы бір өнімі, мысал үшін, халикан. Халикан бұл мына үлкен біз сияқты адамдарға өте көмектесетін нәрсе. Халикан бұл ұшынып ауырып қалсаң, жағдайың бір, ағзаң бір шаршап тұрсаң, бойыңдағы бір сыздаған нәрселердің барлығын снимать етіп, тазалап, жасартады. Өйткені бұл өзі бір есте сақтау қабілетін де жақсартады. Бұл да Чаншиннің мозговой кальциймен қоса екеуі де жақсы. Кальцийінде де сондай қабілет бар. Мынау халикан деген реставратрол деп айтылады өзі. Жалпы өзі халикан деп айтамыз біз Чаншиннің тілінде айтқанда. Өте жоғарғы дәрежедегі сондай бір жақсы өнім. Бұның енді қандай өнімі болса да өте пайдасы өте жоғары. Мынау цинк. Мына цинк деген балаларға да пайдасы бар, үлкендерге де пайдасы бар. Тіпті ер азаматтарға да, мына белсіздік, мынауларға да ішуге болады. Бұныменен цинкпенен жай ғана детский кальцийін қосып ішетін болса, бала көтере алмай жүрген әйелдердің өзі бала көтеретін қабілетке ие болады. Бұның прокладкасын пайдаланып, мына цинкін ішіп, детский кальцийін ішетін болса, бала көтере алмаған әйел бала да көтереді. Сондықтан да бұның өзім 7 жылдай ішіп, 19 жылдан бері қарата келе жатырмын ғой. 6 жыл болды ма? Міне сондықтан да мен өзім көзім жеткеннен кейін ғана осы видеоны түсіріп, сіздерге осыны жеткізіп айтайын деп отырмын. Өзі қуанышым да шексіз, рахметім де шексіз. Қазір балаларымның бәріне пайдалануға берем. Немерелерімнің бәрі ауырса, осыны пайдаланыңдар деп айтам өзі. Тағы да бір препарат онкология қарсы, бұл икан. Целебные капсулы деп айтылады. Иканы бұл енді онкологияға қарсы, ағзаға кислород береді, басқа кішкене кислород беруге көмектеседі, давленияны реттейді, эндокринологияны реттейді. Оның тағы бір өнімі сол. Енді бұның әр қайсысын мына антилипидный чай деген бар. Осы антилипидный чайменен бірге ішіп отырса, өте жоғарғы дәрежеде антилипидный чайды бір упаковкасын таңертеңгі уақытта, таңғы 6-да 1 литр суға салып қоясыз да, кешкі 6-ға дейін соны ұрттап ішіп отырасыз. Сонда ол ағзаны тазалайды.
кішкене жарты стақаннан ішіп бітіресіз 1 литрді. Сондықтан да ол ағзаны тазалап шығуға көмектеседі. Антилипидин чай деп отырғаным жаңағы менде бітіп қалған екен. Мынау ТНФ чайы менде ол антилипидин чай жаңағы тазартуға бәріне көмектесе, мына ТНФ чайы да сондай рөлді ойнайды. Бірақ бұл адамдарды, толық адамдарды арықтатуға көмектеседі. Бұның белсенділігі өте жоғары. Бұның бүйрек ауруға да сондай емдік қасиеттері өте жоғарыда. Спортқа болса да ішуге болады. Адам фигурасын енді қалыпқа келтірем деген адамға ол өте жоғарғы дәрежеде көмектесетін өнім. Чанчи браслеті деген бар. Чанчи браслеті менің қолымда тағып отырған браслет. Бұл браслеттің 4 түрі бар. Бұл браслеттің енді жалпы өте көмектесетіні, сіздер қазіргі заманда компьютерда сондай көп жұмыс жасайсыз. Балалар да мысалға соткада күні кешке дейін жатады. Бұл өте бұның пайдасы, міне менде мынандай алтын түстесі бар. Және де бұның керамика түстесі болады. 2 түстес әйелдердікі. Оны сәндікке де тағуға болады. Бірақ дегенменен күш қуатты керемет береді. Бұның ішінде мынандай магниттары бар, кішкентай орналастырылған, әрбіреуінде өте керемет жасалған, енді үзіліп те қалмайды. Мына қолымдағыны 19 жылдан бері тағып келе жатырмын. Ал енді мынаны кейіннен алған, міне осындай браслеттер өте пайдасы жоғары. Ер адамдарға 2 түрлісі бар. Жас балаларға кішкене келетін қара түрі бар да, ал енді бронзовый сияқты тағы да бір түрі бар. Ол мына кішкене ересектер сияқты адамдарға келеді, ол балаларға жақсы қуат береді. Бұл да өте жоғарғы дәрежеде көмектеседі. Қолданысқа ие браслет. Бас ауруын да жеңілдетеді. Мынандай ашып жабатын кнопкалары жақсы, қатты, керемет жақсы жұмыс жасайды. Қан айналымын да реттейді. Енді жалпы сауығудың енді кепілі деп айта аламын енді бұны. Бір керемет өнімі бар. Ол міне омега 3 дегені бар. Менде мына жерде ыдысы болмай тұр өзі. Бұл омега 3-тің жүрек жасушаларына көмектеседі. Тамырдың қатаюын азайтып, тамырды жұмсартады. Енді қан тамырларының үзіліп кетуін, морт үзіліп кетіп, мынау әлгі қайтыс болып жатады ғой. Сондайда өте жақсы көмектесетін сондай бір жақсы өнім. Сондықтан омега 3 асқазанның гастритін реттейді. Мынау іштен шыққан лишайды реттейді. Енді ол 12 елі ішекті жұмысын жақсартады. Бірталай ауруына, остеохондрозға да пайдасы көп тиеді. Аллергияға да көп пайдасы тиеді. Шаршағанды да басады. Енді бұл өнімді мен енді өте қайсы өнімі болсын, бұның өзі өнімдерінің әрқайсысын ішіп, сондай бір ем болған сайын кереметтей бір махаббатқа бөленесің. Шынында айтқанда омега 3 жоғарғы бағалаймын. Холестеринді де азайтады. Тамақпенен бірге ішіледі. Адам ағзасында өте пайдасы зор сондай өнім. Язваға, 12 елі ішекке, гастритке, артритке, артрозға, остеохондрозға, сондай аллергияға, астмаға, стресспенен мигренде шаршауды басып көмектесетін қасиетке ие екен. Қазіргі заманның ауруы жасында да, кәрісінде де давление. Бұл енді давленияға бұның өзі айттым ғой, антилипидин чай дегенде ыстықта ішсе, давленияны қолма-қол реттеп түсіреді. Ал салқында ішсе, төмен давленияны тез көтереді. Сондай қабілетке ие. Енді оның бір өнімі бар, хитозан. Хитозан өзі тамақ қорытуды жақсартады. Ағзада қанға кетуін реттейді. Холестеринді азайтады. Уланған, бұзылған тамақтарды ішсең, соны хитозан тез тазартады. Өзі бір 3 капсуласын молдау суменен ішсе, жақсы көмектеседі. Енді бір жеріңді кесіп алсаң,
бір капсуласын сеуіп орап қойсаң тез сауығып шырам да қалдырмай емдеп жазады. Өзі фитозан ағзаны тазартып отырады. Оны бас ауруына жаңағы айтып кеттім ғой, ішсең бір капсуласын іше қойсаң бір 15 минутта бас ауруыңды да тазалайды. Бұның өнімдерінің әлі айтатыны көп, айтылмағандары бар, кейінірек айтамын. Чаншин өнімдерінің сұрап жатсаңыздар, өздеріңізге ұнап жатса, лайк басып, маған өзі сұрақтарыңыз болса жазсаңыздар, мен тағы да шығып сіздерге бәрін түсіндіріп айтамын. Сау саламатта болыңыздар.